Келісінде Береке банктың 100% акциясын Катар банк сатып алады. Алайда жақында ғана банк иесі өзгеріп үлгерді. Бюджет қаражаты болса жұмсалды. Алдағы уақытта жасалатын мәміле Береке банктың сақтап қалуға арналған бюджеттік жиынтығын шығындарын өтейді ме? Бәйтерек ұлттық басқару холдингі активті Сбербанктан сатып алған сәттен бастап оған иелену кезінде не істеп үлгерді? Егер тиімді басқару көрсеткіштері болса, оларды да осы жерде жария етуіңізді сұраймын. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Егер 22 жылдың басына келетін болсақ, сол кезде ол Сбербанк еліміздегі екінші ең ірі банк болатын. Халық банктан кейін, ол кезде олардың активтері 4 триллион теңгеден астам болады. Енді ақпан айындағы жағдайлардан кейін санкциялар басқалары бұл жерде банктен салымшылар күрт кете бастады барлығы. Заңды тұлғалар, жеке тұлғалар соның есебінен Бәйтерек келген кезде банктың активтері 3 есеге төмендеген. Әрине бұл жағдайда біз бұндай үлкен ірі банкты сақтап қалу үшін осындай шараға барып Бәйтерек өзінің қолына астына алған болатын. Енді жаңағы бюджет шығындар деп айтып жатсыз, сондай шығындар болған жоқ. Мен өзім сол кезде Бәйтеректі басқарған болатын. Өздеріңіз білесіздер, мен айта алатыным, банктың ең бірінші істелген жұмыс Бәйтерек тарапынан ол банкты санкциядан алып шығу. Ол үшін жаңағы Американың тиісті мемлекеттік органдармен үлкен жұмыс жүргізді. Бір жылға жуық біз бұлармен келісіп осы қалай шығарамыз деп шығардық. Одан кейін осыдан бастап банк өзіне өзі келе бастады. Рейтингі қайтып оралды, операциялық қызметі басталды, жаңағы карталық, транзакциялық бизнесін қайтадан жандандыруға мүмкіндік алды. Соның есебінен банк өзінің жаңағы 1,4 триллион жаңағы активтер есебінен өзінің жұмысын жандандырып, қазіргі уақытта 2-ге дейін жаңағы банкты осындай Бәйтеректің қол астында банк осындай нәтижеге жетті. Сондықтан біз қазір бұл банкты қалпына келтірдік, жаңағы операциялық қызметі қалпына келді, сондықтан ол қазір инвесторларға ұсынуға мүмкіндік пайда болды. Рахмет.